семьяны кім басқарып кететінін айтайын ба? Кімнің арманы көп, кімнің жоспары ұзынырақ, сол басқарады. Сенің жоспарың сол жерде таусылып қалды, төсектің жанында. Болды. Ары қарай жоспарың жоқ, қыз баланың жоспары бар. Өйткені қыз бала неге жоспарлайды, білесіз ба? Ол ше негізі түпкі инстинкттен ғой. Бізде еркектерде инстинкт бар да, ұрпақ көбейту деген. Сол үшін анау, бір қатын алсам, екі қатын алсам, үш қатын алсам, төрт қатын алсам, ол бала туып бере берсе, басқа аржағы жоқ та. Анау, сол инстинкт бар да, оның аржағын асамайсың. Ал әйелдерде ше ұрпақ туудан кейін оны сақтау деген нәрсе бар да. Ол сақтау үшін не істеу керек? Ол мықты еркек болу керек. Ана бала аман болу үшін ол ақша табу керек. Оның үйі болу керек, біз жаурап қалмау үшін. Өзінің туған баласын мәпелеу үшін ол жағдайын жасайды. Дәл сол сияқты еркек адамға айтатыным, сол шүберек бас неге керек? Сон сені біліп ал. Екіншіден, сенің жоспарың не, оны менен алып алғаннан кейін не істейсің оны?